Қызым, Назерке, келе ғой. Тамақ дайын болып қалды. Тез ыстықта ішіп ал. Сосын мен қазір жұмысқа барып келуім керек. Тез бола ғой. Жоқ, мен ішпеймін, тойып тұрмын. Неге олай дедің? Қызым, сіне барлығы дұрыс па, не болып қалды? Қызым, қазір барайыншы. Қызым, не болып қалды? Не үшін тамаққа келмейінде жатырсың? Қарны ашқан жоқ па не? Не болды, мам? Сол үшін ішпеймін. Ешкім келіп тұрған жоқ. Енді не болды, сені кім ренжітті? Айтсаңшы дұрыстап. Сіз мені ренжіттіңіз. Мен не қатысым бар? Мен қазір ғана ұйқыдан тұрып жатырған жоқпын ба? Мам, өтірік істемеңізші. Неше не айтқаныңыз есіңізде жоқ па? Менің Динаны да ренжіттіңіз. Не үшін сіз кеше Динаға онда ауыр сөздер айтасыз, а? Біріншіден, ол менің құрбым. Мен кіммен араласам, ол жағын өзім білемін. Ал екіншіден, мен үлкен қызбын. Мен таңдауымды өзім жасай алатын шығармын, а? Мен де адам тани аламын. Дина өте ақылды қыз. Енді оған тиісуші болмаңыз. Кешегі енді сол тақырыпты кері қозғаған келіп тұрма? Дина ол жақсы қыз емес, мен саған ескерткен жоқпын ба? Кеше көрдік оның қандай қыз екенін. Ол маған сол сәтте ұнамады. Қай жері ақылды? Қай жері? Ешқандай жері ақылды емес. Қысқасы, маңызды тақырып неде? Маңызды тақырып мынада. Білесің, оның отбасы кезде ақшасы жоқ. Мам, қойыңызшы болды, а? Мен ешкіммен де қазір сөйлесім келіп тұрған жоқ. Қысқасы, мен Динамен мәңгі бақи араласамын. Сіз мені онымен ажырата алмайсыз. Болды, осы әңгіме жабылсын. Ей, тоқта! Қызым, қой деймін. Ой. Мен де артық кетіп жатырмын ғой. Кешке енді осы мәселені толықтай шешіп алуымыз керек. Ой, әнші жүрген секілді ғой. Ой, сәлем, Дина, қалайсың? Сәлем. Түнде келіп тұрғаныма ренжіме. Просто сенімен сөйлесетін маңызды әңгіме бар еді. Сөйлессек, қалай қарайсың? Жарайды. Келіп тұрайын, не ғой, Дина, кешегі мәселе үшін ренжімеш. Білемін, анам өте қатты ауыр айтып қойды. Бірақ сені ренжітеміз деген ойда болған жоқ. Мен анама бүгін барлығын түсіндірдім. Ол да ісіне өкініп жатыр. Менің ойымша. Қысқасы, өтініш кешірші. Біз ажырамайықшы. Мен сені доста тапқан өте қатты қуанамын. Сол үшін мәңгі бақи бірге болайықшы, өтініш. Дос боламыз ғой, ә? Иә. Ой, рахмет, сен соны маған ренжіген жоқсың ба? Жоқ. Бірақ кішкене кеше ашуланып кеттің ғой, ә? Айтпақшы, байқадың ба? Мен сеніңкі сияқты сатып алдым ғой. Мен саған өткен алып беріп едім ғой, ана қара двойканы. Иә. Сол сияқты деп екеуміз парня болайық деп мен осындай қызыл түсін сатып алдым. Қалай күшті болып тұр ма? Саған қызыл түс ұнайды ма не? Иә, мен сүйіктісім қызыл ғой. Жарасып тұр ма? Иә, күшті. Рахмет. Сол ертең онда бірге қыдырайық, иә, тағы да? Тағы да ма? Иә, енді үйде жатып не істейсің? Күшті, енді осы айыбымды жуу үшін сені кафеге отырғызайын, тағы да күшті заттар алып берейін. Қарсы болмасаң, әрине. Жарайды. Ой, рахмет. Мен сені былай келісіп кетеді деп ойлаған жоқпын. Сол кешіргеніңе көп рахмет. Жақсы, қараңғы түсіп кетіпті, мен үйіме қайтайын. Иә, қайта бер. Жақсы, сау бол. Сау бол. Осылай істегенім дұрыс болды ғой, шынымен де. Ендеше ертең күште етіп Динамен кеш өткізейін, қыдырайын. Анам бірақ ашуынан қайтам екен, қайтса екен тезірек. Әйтпесе Динадан да өзімге алып кеттім. Ой, Дина, мені күтіп тұрсың ба? Сәлем. О, сәлем. О, күшті. Екеуміз бүгін күшті етіп шығатын болдық қой. Бірге қыдырамыз ғой, ә? Иә, мына күн күшті болып тұр, иә? Иә, бүгін как раз шу уақытта әдемі болып тұр екен. Иә. Бірінші қайда барамыз, сен әлі завтрак ішкен жоқсың ба? Жоқ. Онда кеттік, бірге кафеге барып тамақтанып қайтайық. Иә, кеттік. Кеттік, мына Starbucks кофеге кірейік. Таңертең кофемен күшті завтрак ішкен деріміз кетеді ғой. Иә, мен бірінші ішіп тұрмын ғой кофені.
қойшы, қазір дәмін бірге көресің, отыра бер. Так, мына жақта күшті пирогтар бар ғой, алайық, иә? Иә. Пирог, коктейль сыныларды аламыз қазір, отыра берсен. Айтпақшы, не заказ бересің, міне менюден толығырақ қарай бер. Иә. Алдин ас болсын, міне кофе, пирожнымыз, сэндвич, пицца барлығы келіпті. Иә, күшті, иә? Иә, ас болсын. Рахмет. Ва, күшті. Осыдан кейін қайда баруға болады тағы да? Айтпақшы, Heaven Plazaға кіріп шығайық. Давай, ол тау жақта ма? Тау жақта, иә? Иә, сол жақтарда енді. Мен сол жақта тренировка жасаймын, киім алатын жерлердің барын Ой, ол жақта тауда ұзақ жүре бересің, бір такси тоқтауыш. Жоқ, мына жерде тұр ғой. Жоқ, жап-жақын. Қазір жетсек үлгереміз ғой. Так, тез жеп алайық. Сосын барайық сол жаққа, иә? Жау жақын ба не? Неге Heaven Plaza білмейсің? Ой, қайда кетіп қалған Heaven Plaza? Ана Heaven Plaza кетіп қалған? Оның орнына Halloween соғып тастаған ба не? Бірген Halloween. Давай Halloweenға барайық. Сен сол үшін екен ғой, оны тау жақта деп айтқанын. Иә. Жоқ, Halloweenға ол үшін ақша төлеп жүруіміз керек. Жүр, кеттік. Ой, тағы шығама не? Жай такси тоқтаса. Қай жақта? Ол Heaven Plaza білесің бе? Иә, білем. Қайсы? Сол жақта міне? Ана жақта көріп көрші. Сен ар жақта көріп көресің ма? Ой, мына жақта секілді. Кешіп батып жатыр бол. Не болып кетті өзі? Мама, мынау жиһаздарды қара. Halloween ғой ма тазам? Достар, егер де осыған Halloweenге арнап видео шығарсын десеңіздер, онда осы видеоға тезірек көп лайктарыңызды басып кетіңіздер. Кел, бар. Ойбай, не болып кеттім, мен қаяқтан кіріп кеттім. Болчай, мына жерде. Арт жақта, мен қара, қап-қараңғы. Ой, достар, біз не қойып кеттік. Мына кетсер аламыз, жалғастырайық. Мен қазір күтіңіздер. Ой, Дина, әрең дегенде жеттік қой, Ема шашап кетті мен. Ой, мен отырған жер шығарып жай барамыз десем. Құрсын таудың шеті екен ғой. Кеттік, кірейік. Так, біз тамақ ішіп алдық қой енді тойып. Так, тамақ ішкеннен кейін күшті жаттығу жасау керек. Жаттығу жасармыз сосын жоқта. Немесе бүгін жаттығу жасамай қояқшы, айтпақшы, потому что мен киімдерімді әкелмеу едім. Иә? Жарайды. Не істеп кеттің сен? Жоқ, ол жаққа киімсіз қатыса алмайды. Так, сосын мына жақта киім алайықшы, күшті киімдер аралайық. Иә. Вау. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, не көмейім қажет? Бізге бір күшті киімдер таңдап беріңізші. Бірге парни киімдер болсын. Кофе ішіп тұрайыншы. Жақсы, міне мына жақта парни киімдер. Рахмет. Бір коробка толтырып киім алып алдық қой, Иә. Әдемі, ұнады ма? Иә, ұнады. Күшті екен, әйтеуір күшті таңдап берді ғой бізге киімдерді. Так, енді не істейміз? Давайте бірге киноға кірейік. Давай кино. Ура, кеттік. Сәлеметсіздер ме? Иә, сол тренажерный залға келгем. Қазір киімді ауыстырамын. Ана менің қызым емес пе? Назерге Динамен бірге ме? Ой, түрлеріне қарасам шынымен де бақытты секілді. Мен сонда ақымақ болып жүрдім бе? Қызым шынымен де бақытты екен ғой. Мен қателесіппін. Жоқ, бұлай болмайды. Үйге барып барлығын айтуым керек. Динадан да қызымнан да кешірім сұрауым керек. Иә, осы шықты. Сәлеметсіз бе, бізге 2 попкорн и 2 сок. Жақсы, мінекеңіз. Қазір ақшасын картамен төлейміз. Қарап келіңізші мына жақтан. Ол жатыр, мына жақта машиналардың несі. Саған машина өзі қызық па? Мына жақтан зат тіпті. Несі өңдейді. Давай осыны көрейік. Жақсы, осыны көріп көрейік, Сақы соның залы болып жатқан секілді. Иә. Ой. Мен бұл. Алдынан отырып алайықшы. Кел отыр. Мына жақсы екен, Иә. Саған ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Мен зомби болып кеткен ба? Қайсы? Иә, же атыс болып жатыр ма, бандитский ма, сондай бір бәлесі бар әйтеуір. Күштісін-ай.
Мына манағы типа бандит ұстайтын не ғой, полиция. Иә. Так, типа бандитский сондай не екен, кино? Қызық екен. Мә, уже қараңғы батып кетіпті ғой, иә? Иә. Сен томып қалған шығарсың, жаңа заттарын ұстап ал қолыңға. Жүр, мен сені жағанға дейін шығарып тастайын, осы жолы кетіп машинаға отырайық, иә? Иә. Қазір, күте тұр, мен такси шақырып жіберейін. Жақсы, рахмет. Міне үйінге де жеттік. Саған бүгінгі кеш ұнады ма, Дина? Иә. Жақсы, маған өте қатты қуаныштымын. Рахмет келгеніңе. Иә. Жақсы, сау бол ендеше. Тағы да кездесерміз. Ескенше. Ескенше. Қызым, келдің бе үйге? Иә, келдім. Не болды? Қай жақтан келе жатырсың? Жай, көше өзім жүріп қайттым. Қызым, неге маған өтірік айтып тұрсың? Білемін ғой сен Динамен жүргеніңді. Ой, сіз қайдан білесіз? Не біз аңдып жүрсіз бе? Аңдыған нес? Жаңа менде Хевен Плаза жаққа соққам. Сол жерде тренажерный залға барғам. Сол сәтте сендерді көріп қалдым. Сендер өте күшті болып күліп, әңгіме айтып тұрсыңдар. Сол сәтте сен бақытты екенді сезіндім, қызым. Енді мен Дина екеуінің бірге ойнағандарында дос болуларыңға қарсы емеспін. Дина өте ақылды қыз екен ғой, шынымен де. Мен бұрын-соңды байқамағам. Мен атынан Динадан кешірім сұрап қойшы. Енді екеуің қанша арылсаң десеңдер де араласа беріңдер. Менің ешқандай қарсылығым жоқ. Мам, сіз шын айтып тұрсыз ба? Енді біздің Дина екеуміздің ойнағанымызға қарсы болмайсыз ба не? Біз бірге күліп ойнап жүре берейік бе? Я, қызым, маған ренжімеш. Мен қайдан білейін енді? Бай, кедей деп бөлініп кетіппін ғой. Кешірші, қызым. Енді ондай жамандық жасамаймын. Ой, мам, сізге көп рахмет, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Рахмет сізге. Айттым ғой, Дина өте ақылды қыз деп. Ол мен ешқандай ақшам тартып алғысы келіп жүрген жоқ. Керісінше мен оған көмектескім келеді. Бар жақсылықты тілеймін мен оған. Маған Динамен жүрген өте қатты ұнайды. Ол өте күшті қыз. Мен оны кездестіргеніме қатты қуанамын. Я, қызым, әрине. Жақсы, бар, бөлмеңге бара бер. Жақсы. Мам, сізге көп рахмет. Жақсы, енді мен сізге ешқашан өтірік айтпаймын. Динамен жүрсем жүре беремін. Жақсы, мен бөлмеме барайын. Рахмет, мам.